Сәлем достар, сіздермен болған Сібек Оштока арнасы. Достар, бұл бізде қарапайым отбасының 4-ші бөлімі. Яғни достар, бұл бізде соңғы сериал болатын болады. Бұл серияның 3-ші бөлімі бұл Арутока ютуберде шыққан болатын. Көздеріңіз білетіндей, яғни бұл сериал сіздерге ұнап жатса, біздің еңбегіңізді бағалап лайктарыңызды бас, подписканы бас, колокольчикті бас кетіңіздер. Ал ендеше біз бастаймыз, кеттік. Қыздар, не істеп жатсыңдар? Камила, жаным, сенің қолың не болды? Ауырып қалған жоқ па? Жоқ, әке, менің қолым неге әдемі болып қалды. Сен қолыңды ауыртты ма? Иә, бірақ мен қорыққан жоқпын. Ол жақта ойнайтын жер бар екен. Иә. Сен не істеп жатсың, Жанель? Мен Камилаға ертек оқып беріп жатқанмын ғой, ұйықтап қалсын деп. Жақсы онда. Ұйықтап алғаның дұрыс, демалып ал. Жақсы, сен ұйықтай бер. Онда мен ана жаққа барайын, мазаларыңды алған шығармын, иә? Жоқ, әке. Онда мен кеттім. Уже кеш батып қалыпты ғой, мен отыз жуып болам дегенше. Так, ендеше мен де болдым. Жаққа қойып қоя салайын. Енді барып ұйықтайын. Камиланы бір көріп кете салайын. Ұйықтап қалды ма? Ендеше мен бөлмеме бара берейін. Кітапты мына жерге қоя салайын. Қызым, сен не істеп жүрсің? Камилаға жаңа ертек оқып бергенмін ғой. Жақсы, онда тезірек бөлмеге барып ұйықта. Мен Камиланың жағдайын білу үшін келіп едім ғой. Оның жағдайы жақсы, ұйықтап жатыр ғой. Жақсы, онда мен де кете берейін. Киімімді ауыстырып алайын. Пижамамды киіп алайын. Ұйықтайын. Ұйықтап қалыпты ғой. Бүгінгі тірлік бітті, енді ұйықтай берейінші. Таң атқан соң. Таң атыпты ғой. Сағат неше болды өзі? Сағат 8 болып қалыпты ғой. Онда мен киімімді ауыстырып алайын. Бүгін осы киімді киейінші. Маған осы киім күшті жарасады ғой. Онда уходымды жасап, ас бөлмесіне бара берейін. Жуынып келдім, енді уходымды жасап алайын. 5 минут масканы істеп алайын. Әзірше телефон көріп отыра тұрайын. Масканың да уақыты болып қалыпты ғой. Мен маскамды мына жаққа тығып қоя салайыншы. Телефонымды мына жерге қойып қояйын. Енді кішкене пудра жағып, реттеліп алайыншы. Так, уходтарымды жасап болдым. Енді тек қана помаданы жағу қалды. Кішкентайға жала салайыншы. Так, болдым. Енді анам тұрған шығар, уже сағат 9 болып кетіпті ғой. Мен боянып реттелем дегенше 1 сағат өтіп кеткен бе? Жақсы, мен онда асханаға бара берейін. Шайды қойып, тамақты істеп қойдым, енді шайдан қайнағанын күту керек. Тезірек қайнай қоймайды екен да шайыңды. Енді ғана қайнатып жатырмын ғой. Қайырлы таң, анашым, қайырлы таң, әкешім. Қайырлы таң, қызым. Қайырлы таң. Камила әлі тұрған жоқ па? Жоқ, жаңа көріп келгем, әлі тұрған жоқ. Кел отыр, шайыңды ішіп ал. Рахмет, анашым. Кешке қарай жатып еді. Иә, кішкене кеше мазасы болмай жатқан. Қайырлы таң, қызым, келсеңші, тамағыңды ішіп ал. Жоқ, тәбетім жоқ. Мына қызға не болған? Кеше қолы кішкене ауырсынып қалып еді ғой, соған мазасы болмай жүрген шығар. Жақсы, мазасы болмаса, онда көңіл-күйі жоқ болып тұрса, ойын-сауыққа апарып қуантайық та. Жақсы, онда тезірек тамағымызды, шайымызды ішіп алған соң, Жанель оған айтып қой, ойын-сауыққа барамыз деп, жақсы ма? Жақсы. Ендеше тезірек тамақ, шайларыңды ішіп. Мына кітаптың суреттерінің әдемісіне не туралы екен мына кітап? Камила, не істеп отырсың? Кітаптың суретін көріп отырмын.
Онда әке сені көңілің болмай жүрсе, әке сені қазір ойын-сауыққа апарамын дейді. Алақай, жақсы, онда тезірек керек заттарыңды жинап ал. Жақсы ма? Жарайды. Онда тезірек бол. Бүкіл отбасы жиналып ойын-сауыққа барды, және де Камила оған қатты қуанды. Ал достар, бұл сериал сіздерге ұнаса, не істеу керек екенін өздеріңіз де білетін шығарсыздар, уже жаттап алған шығарсыздар. Ендеше сау болыңыздар.